Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге ұйғыр самсасын пісіру жолын бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бір дана жұмыртқа, сосын 200 грамм сары май, болмаса маргарин болады, сосын бір қасық кішкентай қасықпен тұз, сосын бір кружка мұздай су керек, сосын 500 грамм ұн қажет. Енді осы заттарымызда масса дайындаймыз. Ол үшін бізге мына майымызды ұнға ауната отырып үкішімізден өткіземіз. Майымыз шамалы қоңыр салқын болу керек, қатты еріп кетпеу керек. Еріп кетсе де жаңағы ұнымыз шамалы қатты жұмсақтау болып кетеді. Бізге қоңыр салқыны керек. Өйстіп теркомыздан өткізіп алдық майымызды. Өткізіп алдық. Енді осыны әбден майымызды ұнымызға ертіп аламыз. Ал қыздар, мына ұнымыз бен майымызды араластырып алдық. Енді мына мұздай суымызға бір қасық тұзымызды араластырамыз. Жақсылап ерігенше араластырамыз. Әбден еріді. Енді жұмыртқамызды ұнымыздың үстіне құямыз. Бір дана жұмыртқамызды. Сосын суды араластырып отырып, қамырымызды илейміз. Мен бүйтіп айналдырып жүріп. Бүйтіп өзін айналдырып отырсаңыздар, өзі біртіндеп бір-біріне жабысады. Ал қыздар, міне осындай қамырымыз дайын болды. Енді осыны 15-20 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Оған дейін ішіне салмасын дайындаймыз. Дайын болды. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, жуа, қара бұрыш, кристаллик, тұз қажет болады. Енді біз жуамызды бөліп алып, кубиктеп тураймыз майдалап. Жуасы көп болса, самсаларымыз сочный, әдемі, дәмді болады. Барынша жуаны көп қосқан дұрыс. Ал мына жуасын турап болдық, майдалап. Енді осының үстіне қажетімізше кішкене бұрыш саламыз. Бұрышын саламыз. Сосын кішкене тұз саламыз. Сосын кристаллик саламыз. Сосын кристаллик пен тұзды салған кезде, қыздар, шамалы дәмін өздеріңіз көресіздер. Өйткені кристаллик пен тұздың шамалы бір-біріне шықылдығы болады. Қайсысын бірін салсаңызда, кішкене дәмі көріп отырыңыздар. Кристалликтің дәмі өте күшті дәм береді самсаға. Өйстіп кішкене тоқтырып қойыңыздар. Біздің салмамыз дайын. Ал қыздар, дайын болған қамырымызды холодильниктен алдық. Енді осыны кішкене ұн жайып жібереміз. Түріп аламыз. Енді осы қамырымызды
екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөліп алып, мынандай ұзынша етіп қамырымызды созамыз ұнға. Осыны шағын қылып бөлшектерге бөліп аламыз. Өшірдің ба? Қыздар, міне осындай бөліктерге бөліп алдық. Енді осыны былайынан бөліп боламыз ғой. Соған енді былай тігінен бүйтіп әр жерге жинақтап былайынан тігінен қоямыз. Осындай қылып тұрғызып қоямыз. Сосын бетіне ұнды себеміз. Ұн сеуіп кішкене тындырып қоямыз. Сосын осыны ұн сепкеннен кейін кішкенде шетінен ұнның көмегімен, мұнда қатты ұнды сеппейсіздер, кішкентай жұқалап отырып, томалақтаймыз. Осындай кішкентай қылып. Ал қыздар, мынау қамырымызды жайып болдық. Енді осыған бағана дайындаған салмамызды саламыз. Ал міне қыздар, салмасын салып болды. Енді бұны жаймен түйеміз. Түйген кезде мына екі шетін жаймен бір-біріне қарама-қарсы бетін қыстырып отырып, міне осындай жаңағын түйіп аламыз. Сосын ішіне бөгіп отырып қысамыз. Қатты қысып отырсаңыздар, мына формасын әдемі сақтайды. Жай бүйтіп қыса салсаңыздар, ол кезде ана ісінеді ғой, сол кезде ашылып кетеді. Міне, өстіп самсаларымызды дайындаймыз. Бүйтіп қысамыз. Сосын бүйтіп ішке қарай бөгеміз. Бір қолыңызбен, үлкен бармағыңызбен қысып отырасыздар. Яғни, кішкене бас жіберсеңіздер, өзі келеді. Не болдық, енді осыны майланып тұрған тапамызға жаймен орналастырамыз. Енді бір жұмыртқамызды араластырып жіберіп, үстіне жаймен жағып шығамыз. Өрілген жеріне жаймен тигізесіздер. Қызарып, әдемі болып шығады сол кезде. Жұмыртқамен сарысын жағып болдық. Енді бетіне мак пен кунжутты араластырамын. Піскен кезде әдемі болып тұрады. Соны дәл самсамыздың ортасына ғана саламыз. Ортасынан салсақ әдемі болады. Кунжутымызбен магымыз сеуіп болдық. Енді осыны қызып тұрған пеште 150-170 градуста пісіріп аламыз. Қыздар, міне самсамыз дайын болды.
Әдемі болып пісті. Енді осыны тарелкамызға саламыз. Бисмилла. Міне қыздар, міне самсамыз дайын болды. Әдемі ұсына берсеңіздер болады. Міне арасы. Бисмилла. Міне өте сочный самса шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де осы менің рецепттерім ұнайтын болса, сіздерге лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.